1999 жылы аспалы жол Қытайда 14 адамның өмірін жалмады. Ерлі зайыптылар баласын аман сақтап қалу үшін оны құлап бара жатқан кабинадан сыртқа шығарып жіберген. Ал баланың ата-анасы осы апаттан қаза тапқан. Ханхон ханым ұлдарын аман сақтап қалу үшін өздерін құрбан еткен ата-ананың құрметіне осы таң сәрі әнін жазған. Соңынан сол жетім баланы өзі асырап алған. 那是一个秋天，风儿那么缠绵，让我牵着它们那双无助的眼，只在那美丽风景相伴的地方，不停地雨水吹响，沉睡深谷。 就是那个秋天，再看不到爸爸的脸，他有他的憧憬，托起我重生的起点，黑暗中泪水长满了双眼，不要离开，不要说开，我看到爸爸妈妈。 路在我身的陌生的问世间，不知道未来还会有什么风险。我想要紧紧抓住她的手，妈妈告诉我，希望还会有看到太阳出来，妈妈笑了。天亮了。 只是一个夜晚，天上星星点点，我在梦里感觉我的妈妈一样在看天上，扬起眼睛讲，你不要离开。 天亮。